жаңа тақырыбымыз IDE мен танысу. Сабақтың мақсаты, балалар, IDE интерфейсінің мүмкіндіктерін қолдану. Кім айтады? Интерфейс дегеніміз не? IDE дегеніміз не? Және оның интерфейсінің қандай мүмкіндіктерін қолдануға болады деп ойлайсыздар. Мына кісі таныс па сіздерге, балалар? Кім деп тұр? Айта ғой, Кәусар. Бұл Apple бағдарламасын шығарған адам. Аты жөні? Стив Джобс. Жарайсыңдар, тамаша, отыра ғой. Стив Джобс бізге не дейді? Сержант, келе ғой оқышы. Стив Джобс не дейді бізге? Әрбір адам программада үйрену керек. Өйткені ол бізді ойлауға үйретеді дейді, я? Программалауды үйренуіміз керек дейді. Программа арқылы адамның логикалық және алгоритмик ойлау дағдысы қалыптасады. Келісесіңдер? Сержан, шынымен де логикамыз және алгоритмді ойлау дағдымыз қалыптасады. Отыра ғой, Сержан. Бұл дағды адам үшін өмір бойына өз ойын еркін тұжырымдауына әрі дәйекті іс-қимыл жасауына көмектеседі, я балалар? Тамаша. Қараңдар, IDE дегеніміз не? Integrated Development Environment. Программа құрудың интеграцияланған ортасы. Жазып алайықшы. IDE дегеніміз не? Бүгінгі тақырыпты жазамыз. IDE мен танысу. Дәптерлерімізді ашамыз. Және IDE дегеніміз не? Программалық жасақтама жасауға арналған программалар кешені. Балалар, IDE деп айттық, я, программалық жасақтама жасауға арналған программалар кешені, оның құрамдас бөліктері бар. IDE мәтіндік редактор, компилятор, құрастырудың автоматтандыру құралдары, түзету деген жасақтамадан тұрады екен. Яғни мәтіндік редактор программа кодын енгізетін негізгі терезе. Ал компилятор, интерпретатор дегеніміз жазған программаны мәшіне кодын ауыстырады. Яғни біз жазған нәрсені машинаның кодын ауыстырып, бізге түсінікті тілде көрсетеді. Құрастырудың автоматтандыру құралдары, мынау жасалған компилятор барлық файлдарды орындалатын файлдармен байланыстыратын процесс. Ал енді түзету жөндеу программадағы қателіктерді кезең-кезеңімен іздеп табуға және түзетуге арналған қосымша. Балалар, программа құрудың интеграцияланған ортасында әртүрлі бағдарламалар бар. Программирование дейміз, я? C++, мысал үшін, Pascal, Java, Python. Біз соның ішінде қазір кең таныған, оңай, әрі жеңіл түсінуге Python программалау тілін үйренеміз. Python программалау тілі біз оны не үшін таңдадық? Соған кішкене назар аударып көрейікші. 73-ші бетте сөйлемнен бастап оқиық. Қанекей, 73-ші бетте бірінші сөйлемді оқи ғой, Бекзат. Python үйренуге жеңіл. Python үйретуге жеңіл болсын деген мақсатпен жасалған. Кәусар, жалғастыр. Pythonда программа жазу мен оқу басқа программалау тілдеріне қарағанда әлдеқайда оңай. Қасына жалғастыр. Python интерпретаторы тегін. Осы қосымшалармен бірге тегін пайдалануға болады. Гүлзат жалғастыр. Pythonның программалық жасақтамасының коды ашық. Оны қолданушы өз қолданушы әрі қарай жетілдіре алады. Енді қараңдаршы, келесі бетті ашайық. Python'ды жүктеп, оны арғарай қолдану үшін біз қазір компьютерлерге отырамыз, ноутбуктарға және ашылу жолын түсініп алайық қазір. Пускіге барамыз, все программы және Python. Яғни қазір біз бәріміз отырамыз да, мынау практикалық қолдануларды орындап шығамыз. Өте оңай. Қазір бәріміз отырайық. Не балалар, бәріміз Python'ды аштық па қазір? Аштық. Ендеше балалар қараңдар, назар аударыңызшы, қазір
бізде не ашық тұр? Дұрыс айтасыңдар, Python программасының терезесі ашық тұр, иә? Осы терезені ендеше интерфейс деп атайды екен балалар. Интерфейс дегеніміз не? Ол адам мен компьютердің арасында. Дұрыс айтасыңдар, адам мен компьютердің арасындағы қатынас. Яғни бізге қазір Python терезесіні қалай біз қолданатынымыз сол қатынасы ашық тұр, иә? Сонымен программа неден басталады екен? Қазір біз жазамыз. Қараңдаршы. Неден бастайды? Print, иә? Print деген сөзді қалай түсінесіңдер? Print. Қалай түсінуге болады? Қазына. Принтер деп ұғынып оқысын, иә? Ал принтер не істейді? Мәліметті, ақпаратты қағазға шығарып береді, иә? Ендеше мынау print деген команда. Python'да біз жазған мәліметті экранға шығарып береді екен, иә? Бастайық. Print. Балалар, Python'да кез келген нәрсені баспаға шығару үшін осы print командасымен жұмыс істейді екен. Print. Одан арқарай қандай да бір сөйлемді шығару үшін жақшаның ішінде тырнақшаға алып қандай да бір сөйлем жазуға болады. Сол сөйлемді қазір экранға шығарамыз. Print. Жаза қой, print. Жақша, оның ішіне тырнақшамен жаза қой. Сәлем, Қазақстан. Сәлем, Қазақстан. Кәне, жазып болдық па? Я, енді болсақ, бәріміз энтерді басып көрейік. Энтер басамыз. Я, не шықты? Сәлем, Қазақстан, я? Тамаша, ендеше біз print деп баспаға берді, ол бізге баспадан шығарып берді. Ағара келесі тапсырманы орындай, балалар. Я, келесі тапсырманы орындай. Береді, я? 2 плюс бұрыш, яғни 3 бұрыш деген сөзді экранға шығарды. Келесі тапсырма, жарайсыңдар. Келесі тапсырмаға қошыңыздар. Гүлзар, тырнақшаны ұмытып кеттік, Гүлзар. Тырнақшаменен нені ұмытып кеттік? Неде жазылады? Қызықты болды ма? Қызықты мәлімет алдық па? Ендеше не қызықты болды? Не қиын болды? Сол жөнінде маған кішкене кері байланыс беріп жіберіңіздер. Жаза қойыңдар. Сосын балалар, үйге тапсырма 76-шы беттегі бірінші, екінші тапсырманы үйге аламыз.